Салимса, бүгін бізде новый видео болайын деп жатыр. Біз қазір құралай ойыншық жинай аламыз, лабубу деп түсірейін деп жатырмыз. Қазір ойыншығын қалай жинайтынымызды көреміз. Сәлем достар, бүгін біз лабубу және құралай екеуін жарыстыратын боламыз. Лабубу жеңе ме, әлде құралай ма? Видеоның соңына дейін көріңіздер, өте қызық болады достар. Ал достар, біздің құралай менен лабубулардың жарысы басталды. Кім жеңеді екен, көреміз. Құралай, сен жеңесің бе? Лабубу жеңе ме әлде? Кәне ортада құралай Ерлан қызы. Oh my god. Және лабубулер. Мына екі лабубу құралаймен қазір жарысатын болады. Қазір кім бірінші өлең айтады, әдемі өлең айтады, сол жеңімпаз болады. Қазір көреміз, жарай ма достар? Айттық достар, Кокош қазір өлең айтады. Айт, Кокош. Бол, тез. Жазатан алына барар еді қадырып. Әне достар, біз бірінші шартымыз басталады. Қазір өлең айту сайысы. Кім әдемі өлең айтады, көреміз. Кеттік достар. Жазатан алына барар еді қадырып. Жазатан алына барар еді қадырып. Бір қошақан алдынан шықты ойнап жүгіріп, ақмана қаямен. Кокош, сен жеңіл қалатын сияқтысың. Дұрыстап өлең айтпасаң, сен жеңілесің. Ойнап жүргенде жалын жүгіріп, абайсыз тазаны алған алмайсыңдар-ақ. Мен де білмеймін, қырсам екен далаға, біліп қойса өтірік, қалай айтам мамаға. Түспейсің бана шын бірінсен болама, айтағын не бүлдірдің сен бала. Сала тұрыңда заны сындыру алын қарасы, сындыруған иттің ғана баласы. Молодец, жаңылмай өлең айтты. Енді кезек лабубуге. Кезек лабубуге. Қазір лабубу, мына лабубу гитарасын шалып тұрады, ал мына лабубу өлең айтады. Мен жеңейін. Қазір көреміз кім жеңетінін. Лабубу өлең айтып жатыр. Бұл жарысты кім жеңімпаз деп ойлайсыздар достар? Әрине құралай. Өйткені құралайдың әні түсінікті, өте әдемі трендтегі өлеңді айтты. Ал лабубудың өлеңі тек лабубу деп қана айтты. Бұл жерде жеңімпаз құралай. Дұрыс па, Айлин? Шапалақтаймыз, қол шапалақтаймыз. Молодец де. Айжи, молодец. Достар, біздің екінші шартымыз ол ойыншықтарды кім бірінші жинап болады. Мына жерде қазір құралайдың ойыншықтары шашылып жатыр. Құралай бірінші жинап болама осын барлығын. Әлде мына жерде лабубу жинап болама. Қазір екеуі жарысатын болады. Ал кеттік. Құралай ойыншықтарын жылдамдықпен жинап жатыр. Ал лабубулер не істеп жатыр екен? Ойыншықтарын жинап жатыр. Ал мына лабубу не істеп тұр екен? Жинап жатыр. Кәні кім бірінші болады? Лабубу әлі ойыншығын жинап болмады.
Міне достар, біздің ойыншықтарды жинауға Құралай болды, жинап қойды. Айлин жылап кетті, ойыншықтарды бер деп Кокоштың ойыншықтарды жинап тастағанына жылады. Айлин қазір ойыншықтарды Айлишке беріп қойдық. Құралай бүкіл ойыншықтарды жинап, мына ыдысқа жинап қойды және бірінші болды. Жарайсың Құралай. Ал Лабубулердің ойыншықтары әлі жиналмаған. Міне, мыналар жиналмаған ойыншықтарын бәрін жақ қарай артқа өткізу керек еді, бірақ олар үлгермеген. Екеуі маз болып тұр ғой. Неге күлесіңдер? Сендер ұтылып жатсыңдар, Лабубу. Ол бізге жинап үлгерамадық, өйткені біз кішкентаймыз деп айтып жатыр. Енді келесі шартқа өтеміз, достар. Достар, біздің үшінші шартымыз қандай деп ойлайсыздар? Әрине, бұл мұнда тұрған бауырсақты кім бірінші жеп болу. Ал мұнда Лабубу дайындалып тұр бауырсағын жеуге. Ал мұнда Кокош дайындалып тұр. Дайынсың ба, Кокош? Дайынсың ба, Лабубу? Ойна жерде Айлин Лабубудың алына тұрып алды. Көмектескісі кеп тұр ма? Айлин бауырсақ жеп отыр. Айлин бауырсақ дәмді? Айлин бауырсақ дәмді ма? Құлады ма? Қоя бер, өзім дұрыстап қоям. Ал біз кәне шартымызды бастаймыз. Кәне кетті. Кім бірінші жеп болады? Кокош ба? Жеп атыр. Не ол? Ой, айде. Лабубуда бауырсақтың біразын жеп қойыпты, достар. Қалыспай жатыр. Екеуі бірге жеп атыр. Ал мұнда Құралай аузыңа топ кетіпті ғой, жей аласың ба? Ал уақыт кетті, достар. Лабубу жеп атыр. Мына жақта Лабубу да жеп атыр. Құралайда кішкентай ғана, азғантай ғана қалыпты. Жеп қой, аузында қалмасын. Тарелкасында ештеңе қалмапты. Лабубулерде әлі бар екен. Құралайдың аузында әлі біткен жоқ, таусылған жоқ. Мұнда Айлин отыр. Айлин, сен де жарысып атсың ба? Айлин, Кокош бірінші орын, Айлин екінші орын болатын сияқты қазір. Лабубулердің бауырсақтары әлі тұр. Ма сендердің бауырсақтарың? Неге жемей атсыңдар? Жеңдер. Айлин жеп атсың ба, Айлин? Сен екінші орын ба? Айлин екінші орын болатын сияқты. Құралай бірінші орын. Жарайсың. Құралай молодец. Өйткені Құралай ең үлкені. Дұрыс па? Сама оны жей аузыңа. Бұл жерде Лабубулар тағы да жеңілді. Сендер жеңілдіңдер. Құралай жеңді. Бұл сайыста біздің Лабубу мен Құралайдың жарысында өздеріңіз көргендеріңіздей Құралай жеңімпаз болды. Жарайсың. Ал Лабубулар келесі жолы жеңетін шығар, иә? Құдай қаласа келесі жолы тағы да екеуін жарыстыратын боламыз. Келесі видеода көріскенше, достар, сау болыңыздар. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Дұрыс па? Комментарий жазыңыздар, лайк басып кетіңіздер, каналға тіркеліңіздер. Пока!